Көздер сөйлей алады. Адамды сөзбен алдауға болады, көзбен алдай алмайсыз. 100 рет тыңда, 1000 рет ойлап, 1 рет қана сөйле. Bir сөз айтсаң жақсыға, аталы сөзге тоқтайды. Bir сөз айтсаң жаманға, өмірінде ұқпайды. Сын айтып күзейтіндер көп, жаны ашып түзейтіндер жоқ. Өмірде 4 нәрседен ұялма. Қартайған ата-анадан, кедеймен дос болудан, арзан киім кигеннен, қарапайым өмір сүргеннен. Бітімі қисық ағаштың көлеңкесі де өзіндей болады. Қымбат уақытыңызды арзан нәрсеге жұмсамаңыз. Өгізді өрге салма, қарың талар, жаманға сөзің салма, сағың сынар. Бақытқа жеткізетінде, тағдырға тепкізетінде мінезіңізге абай болыңыз. Адамның ең үлкен қателігі алдағы өмірінің ұзақ болуына сенуі. Барлығы да өтеді. Бұл әлемдегі ең шынайы ақиқат. Адамның бүкіл өмірі өзін-өзі жұбату, өзін-өзі алдау. Арзан адамға қымбат сөзіңді қор қылма. Бұл жалғанда сүріну бар да, самғау бар. Бұл өмірде қолдау бар да, алдау бар. Ашу әрқашан ақымақтықпен басталып, өкінішпен аяқталады. Кісінің ақымақтығын оның сөздерінен, ал даналығын үнсіздігінен білесің. Бақыт ешқайдан келмейді, оны өзің өз қолыңмен жасайсың. Алғыр жігіт ақылына қарай іс қылар, олақ жігіт оңай жұмысты күш қылар. Жаман келіншектің 2 пышағы болады, біреуі қолында, екіншісі тілінде. Қолындағысымен наныңды турайды, тіліндегісімен жаныңды турайды. Ал жақсы келіншектің 3 белгісі болады. Жүзінде күлкі, қолында нан жаятын оқтауы, тілінде тоқтауы бар. Егер сіз адамды танығыңыз келсе, ол туралы басқалардың айтқанын тыңдамаңыз. Оның басқалар туралы айтқанын тыңдаңыз.